Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен оңай әрі тез дайындалатын кешкі ас рецептімен бөлісетін боламын. Өздеріңіз рецепттер қатарына осы рецепті де қосып қойсаңыздар болады. Және де алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға өлшеніп алған фаршымызды саламыз. Үстінен тұз, қара бұрыш, қызыл тәтті бұрыш және де тұз салып, үстінен үккіштен өткізілген пияз, чеснок және де укропты турап саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай укроп немесе кейінса пайдалансаңыздар болады. Және де жібітіп алған нанымызды саламыз. Бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, бір келкі массаға келтіріп аламыз. Дайын болған массамызды осылай думалақ формаға келтіріп, листімізге барлығын жайластырып аламыз. Өте оңай әрі тез дайындалады. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар. Өте дәмді болып шығады. Алдын ала енді жуып алған картошкаларымызды осылай турап аламыз. Және де барлығын листімізге осылай теріп, жайластырып шығатын боламыз. Басқа бір ыдысымызға сары майымызды салып, үстінен бір ас қасық томат пастасын салып, араластырып, үстінен салқын су құйып аламыз. Осылай барлығын араластырып бір келкі масса қылып алғаннан кейін, үстінен қызыл тәтті бұрыш, қара бұрыш және де тұз салып, араластырып бір қайнатып аламыз. Масса қайнап шыққаннан кейін картошкаларымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасыл бұрыш, жүгері пайдалансаңыздар болады. Мен осылай жүгері салып шықтым. Барлығын салып алғаннан кейін осылай пергамент қағазын жұмсартып аламыз. Үстін жауып, 40 минут шамасында 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей картошкаларымыз дайын болды. Ас болсын.